Marvel жанкүйерлері үшін өрмекші адам үйге жол жоқ фильмінің шығарылымы қарсаңында ұзақ күткен фильм Дәрігер Стрэндж ессіз мультфильм болды. Біріншіден, фильмді Сэм Рэйми басқарады, және Marvelге дәл осы керек. Екіншіден, бұл студияның алғашқы қорқынышты фильмі болмақ. Супербол кезінде көптеген жаңа мәліметтерді ашатын және ескі болжамдарды растайтын алдағы блокбастердің жаңа трейлері көрсетілді. Көрермендер ескі және жаңа мистикалық одақтастардың көмегімен жұмбақ жауға қарсы тұру үшін қауіпті балама шындықтарды айналып өтетін Дәрігер Стрэнджбен саяхатқа шығады. Трейлер Стивен Стрэндждің қайталанатын қорқынышты түс туралы айтуымен басталады. Онда қаңқа қалдықтармен қоршалған сан турымды көреді. Бұл фильм Marvel киноәлемінің қорқынышты жанрындағы алғашқы туындысы. Трейлерде қараңғы күштің шабуылына ұшыраған комартаждың кадрлары бар. Тылсым күш ғибадатханаға түсіп келе жатқан қара бұлт ретінде бейнеленген. Өкінішке орай, шайқас сиқыршылардың пайдасына кетпейтін сияқты. Өйткені жарылыстар сахнаны айналып өтіп жатыр. Авторлар соңғы фильмдегі кейіпкерлерді ұмытқан жоқ. Рейчел МакАдамс сомдаған Стрэндждің сүйіктісі Кристин Палмер үйленеді. Бұл оқиға Стивенге ауыр тиетіні сөзсіз. Дегенмен, ол ерте ме кеш пе Стрэнджге қосылады. Бұл туралы бірінші трейлердің кадры меңзейді. Стрэндж сиқырды үйренген комартажға қайтады. Қасиетті жерде қорғаушылар белгісіз жаумен шайқасуға дайындалуда. Айтпақшы, жауынгерлер арасында жасыл Минотавр Рейнтра көзге түседі. Комикстерде Рейнтраға сиқыр жасауды Стрэндж үйреткен. 2016 жылы Дәрігер Стрэндждің соңында өтеткендей, Карл Мордо әлемді сиқырдан арылту үшін қайтып келеді. Бірінші фильмде Стрэндж мен Мордоның достығын ескере отырып, екеуінің жерді жалғыз өзі жеңе алмайтын үлкен қауіптен қорғау үшін тағы бір рет одақтас болуы мүмкін. Мордо Стрэнджді Тони Старктың темір легион дрондарымен ұстап алған сияқты. Сыртқы түрі Альтронды еске түсіреді. Соковияда болған шайқастан кейін олардың қайта жасалғаны әлі белгісіз. Бірақ бұл дрондар қауіпсіздік пен қорғаныс қызметінде уақыт кестесін күзететін сақшыларға бағынады. Ең қызығы, бұл темір адамның оралуын меңзейді. Марвелдің жаңа кейіпкері Америка Чавестің алғашқы түсірілімі, оның артындағы ғаламның матасында жыртылған жұлдыз тәрізді портал жеке күштерін ашады. Чавес балама шындықтан шығады деген теория бар. Чавес көп әлемді айналып өту үшін жұлдыз түріндегі порталдарды жасай алады. Кейіпкердің өзі Стивеннің де әлемді жаулап алуға талпынған зұлымдардың да назарын аударады. Сондықтан оның қабілеті Стивен үшін пайдалы болатыны анық. Екі трейлерде бір көзі бар оғаш тіршілік иесі бейнеленген. Ал егер анимациялық сериясындағы Шума Город емес, соған ұқсас теңіз құбыжығы Гаргантас. Мультиәлемде құбыжықтар арасында шатырлы және бір көзі бар тіршілік иесі болады. Marvel комикстарында Гаргантас теңіз құбыжығы ретінде бейнеленген. Гаргантас қара қаплан Ваканда мәңгілік фильміндегі зұлым Немормен байланысты болуы мүмкін. Жаратылыс туралы қызықты ештеңе айту мүмкін емес, өйткені комикстерде ол туралы ақпарат мүлдем аз, тіпті танымал болмаған. Жаңа трейлерде құбыжықтың Америка Чавесті аңдығаны анық. Бұл оның ғаламдар арасында саяхаттау қабілетіне байланысты болуы мүмкін. Кадрлардың бірінде қызда дарымауға ұқсас тіршілік иесі де ұстайтыны байқалады. Оның бәрі Стивен Стрэндждің қорқынышты түсінде болған сияқты. Сондай-ақ Иллюминати штаб-пәтерінде Палмер пайда болады. Тизерде Америка Чавесті зертханада қамауда ұстап отырғанын көруге болады. Ақырында авторлар Ванданың басқа нұсқасымен жолықтырады. Кейіпкер өзінің вариантын Ванда Вижн үйінде бетпе-бет кездестіреді. Тіпті жақтауда екі баласының скутері де бар. Мүмкін, бұл Ванданың тағдыры басқаша болып, отбасын құруға мүмкіндік алған болар. Трейлерде Ванда жарқыраған кейіпкермен күреседі. Басында бұл Том Круз ойнайтын темір адам деген қауесет болған. Кейін анықтап қарасақ, Моника Рэмбо, Фотон немесе Альтрон әлеміндегі Капитан Марвелдан басқа ешкім емес. Рэмбо алғаш рет 1990 жылы Капитан Марвелде бала кезінен бар. Содан кейін Ванда Вижн оқиғасында есейіп, семсер ұйымын басқарды. Кейбір жанкүйерлер бұл жерде Мониканың анасы Мария Рэмбоның жарқын бейнесін көрді. Бәлкім, Альтрондардың шындығында екі ұшқыш достарының ішінде Капитан Марвел болған Кэрол Денверс емес, оның досы Мария болар. Моника Иллюминати штаб-пәтерінде Вандамен күресуі мүмкін, себебі мына көріністе Ванданың екінші нұсқасымен шайқасады. Трейлердің соңғы қызықты сәті ғаламдар арасындағы секіру кезінде Стрэндж мен Чавес құлаған әлемдер. Кадрлардың аржағына қарасақ, динозавр дәуірі бар орман бейнеленген. Бұл жабай жер Антарктиданың белгісіз бір жерінде құпия әлемнен жасырылған тропикалық жұмақ болуы мүмкін. Комикстерде әлемнің қалған бөлігінде жойылып кеткен адамдар мен жануарлардың жабайы тайпаларда осында өмір сүреді. Трейлерден көрермендерге уақыт пен кеңістіктің матасымен араласқан соң, Стрэнджді күтіп тұрған хаос пен қауіп-қатердің дәмін татты. Стрэндж мен Ванда өзінің басқа нұсқаларымен, соның ішінде зомбимен бетпе-бет келеді. Marvel киноәлемінің 4-ші кезеңі фильмдерде де, телешоуларда да қамтиды. Соңғысы бұрынғысымен байланысып ғаламды одан әрі кеңейтеді.
Ескі одақтастардың көмегімен Ванда Максимов, Вонг, Америка Чавес, дәрігер Стрэндж мультиғаламды құтқаруға мәжбүр болады. Және бұл процесте өздерінің нұсқаларына тап болады. Ал егер кек алушылар зомбиге айналса, эпизодта Хэнк Пэйм Джанет Ван Дайнды кванттық патшалықтан құтқарады, дәл сол фильмдегідей. Бірақ Джанет зомбиге айналдыратын кванттық вирусты жұқтырды. Джанет вирусты Хэнкке тасымалдап зертханаға оралды. Олар Скотлендке шабуыл жасады, және 24 сағат ішінде вирус жылдам тарайды. Өкінішке орай, Стивен Стрэндждің арасында көптеген кек алушылар мен басқа кейіпкерлер ауру жұқтырып алған. Кейінірек Ванданың да жұқтырып, Вижнның тұтқыны болғаны, және ол басқа тірі қалғандарды да оған азық етіп тамақтандырғаны белгілі болды. Енді бұл кезде зомби Стрэндж мен Ванда сол ғаламнан келетін нұсқалар ма, әлі белгісіз. Немесе Стрэндждің зомби нұсқасы сиқырмен бүлінген болуы мүмкін. Трейлер фильмнің көбірек тарихын, соның ішінде зұлым адамның кім болуы мүмкін екендігі туралы кейбір құпияларды ашады. Өрмекші адам үйге жол жоқ фильмінде абайсызда мультиәлемді ашып, ғаламдар арасындағы сызықтардың жарылып, мүлдем жойылып кетуіне көмектескеннен кейін жағдай нашарлайды. Ең үлкен қауіп Стрэндждің өзінен болуы мүмкін. Трейлерде оны растайтын жеткілікті дәлелдер бар, әсіресе Стрэндждің бірнеше нұсқалар бар. Даркхолдты оқу сияқты қараңғы қадамға келген әрекеттер үшін өте жауапкершіліксіз болуы ықтимал. Сол сияқты жаман Стрэндж негізінен анимациялық шоудан өтіп, осы ғаламда кино түрінде бейнеленген болар. Тағы бір қызықты теория таспаның басты антагонисті Ванданың өзі болады. Ванда Даркхолдты оқып отырып, балалардың дауысын естиді. Максимов бақытты өмір сүргісі келеді, сондықтан ұлдарын табуға тырысады. Бұл барлық шындыққа қауіп төндіреді. Ванда ұлдарының әлі тірі екеніне сенімді. Бұл теорияға сәйкес Ванда Стрэнджбен бірге басқа өлшемдерге барады. Ванданың мақсаты өз балаларын тауып, оларды басқа қызыл мыстаннан алып кетеді. Жарияланған концепцияларға сәйкес фильмде Ванда мен профессор Икс арасында шайқас болады. Көптен күткендей, Ванда мультиәлемді бұзудың артында тұрған адам болмаса да, Стрэндждің шытырман оқиғасында маңызды рөл атқарады. Кадрларда оны жиі көрсетпейді, оның орнына Стрэндждің саяхатына назар аударады. Трейлерде Ванда Стрэнджге: "Сен ережелерді бұзып, қаһарман боласың. Мен мұны істеймін, мен жау боламын. Бірақ бұл әділетсіздік емес пе?" дейді. Ванданың жүрегі өмір бойы сыздады. Басқа кек алушылардан айырмашылығы, оның қайғысы олармен салыстырғанда біршама төмен. Ванда Вижн сериясында оған тіпті Вижнның денесін жерлеуге рұқсат берілмеді. Әр адамның мұндай ауыртпалыққа шыдай алмайтын сыну нүктесі болады. Ал Ванда өмір бойы адамдардан артық шыдады. Ванда Максимов ақыры жеңіліп қалған болуы мүмкін, және оның орнына қалағанын ала бастайды. Ванда фильмдегі жалғыз зұлым кейіпкер болу екіталай. 4-ші кезең алға жылжып, қызыл мыстан қаһарман ретінде ұзақ қалмауы мүмкін. Қарсыластар тізімінің тағы бір басты мүмкіндігі қорқыныш. Marvel комикстарында Стивеннің бұрыннан бері келе жатқан қарсыласы. Трейлер әр төндемен бір түс көріп, содан кейін қорқынышты түс көремін деп басталады. Бұл жол әдейі жасалған жаңылыс болуы мүмкін. Бірақ кем дегенде Стрэндж түстің қорқынышты әлемінде қалып қойған деген идеяны қолдайды. Бұл Ванда Вижнның соңғы көрінісінде балалардың сыбырлары оларды түс өлшемінде ұстап тұрған қорқыныш деп болжайды. Ванда осы уақытқа дейін көп нәрсені жоғалтты. Оның ішінде балалары, және оларды табу үшін Даркхолдты оқыды. Фильмде бірнеше қызыл сиқыршылар бар болса, олардың бірі фильмнің нағыз зұлым кейіпкері болуы мүмкін. Және балаларын іздеп табудың құралы ретінде мультиәлемде ессіз қадамдарға бару мүмкін. Стивеннің жолын кесіп өтетін ұйымға келетін болсақ, бұл Иллюминати. Marvel комикстарында Иллюминати әлемді құтқаратын мәселелер бойынша шешім қабылдайтын өте ақылды және ықпалды қаһармандардың құпия командасы. Фильмде бұл топты мультиәлем комитет ретінде бейнелейді. Трейлерде Карл Мордо Стивенге шындықты қорлау жазасыз қалмай деп айтқаннан кейін Стрэнджді қамауға алады. Чарльз Ксавьер: "Біз оған шындықты айтуымыз керек" дейді. Дегенмен Стюарттың кейіпкері жалғыз емес, екі жағынан басқа жұмбақ тұлғаның сұлбасы бар. Орындар санына қарағанда Иллюминати кем дегенде 6 мүшеден тұрады. Оң жақта Чарльз Ксавьердің сұлбасы пайда болды. Сірә бұл Патрик Стюарт орындаған профессор Икс. Актер өзінің дауысымен бірден танылады. Түпнұсқа да дубляжда. We should tell him the truth. You're afraid. And Cerebro knows it. Бірақ ол Брайан Сингердің кейіпкері емес. Ксавьердің оқиғасы Логан фильмінде аяқталды. Егер Marvel оны кенеттен өмірге қайтарса, бұл жұртшылықты шатастырып, Fox әлемі үшін Логанның сюжетіне күмән келтіру мүмкін. Иллюминати штаб пәтерінде роботтар бар екенін ескерсек, Стрэнджді сотқа апарады. Олар кек алушылардағы Альтрон боттарының жаңартылған нұсқаларына ұқсайды. Тағы бір теорияда, олар қаһарман ретінде көрінудің орнына Ксавье мен темір адамның нұсқалары зұлымдар тобының бір бөлігі болып табылады. Чарльз Ксавье әрқашан батыр бола бермейтін есте ұстаған жөн. Ксавьенің арманы әділ болуы мүмкін. Ксавье Икс адамдар көшбасшысы, әрі дарында жастар мектебінің негізін қалаушы ретінде өзінің сенімін үнемі теріс пайдаланып, студенттердің санасын басқарып, естеліктерін өшірді.
Тіпті олардың рұқсатынсыз дамытуды шектеді. Профессор Икс өте кемшін кейіпкер. Осылайша Стивен Стрэндж Чарльздың алдына келгенде міндетті түрде жақсы нұсқасын кездестірмейді. Трейлерде Патрик Стюарттың танымал даусы бар, бірақ бетін көрсетпейді. Бұл Марвелдің әлі де бұрмалап жасап жатқанын білдіреді. Марвел оны мистикалық өнер шеберлердің одақтасы емес, тосын антагонист етуді таңдаған болар. Дэдпул Марвел киноәлеміне қалай келетіні айтылған жоқ. Дегенмен кең тараған теорияның бірі, Райнольдс өзінің рөлін ессіз мультфильмде қайталайды. Соңғы постері шыққаннан кейін Дэдпулге ұқсайтын сынған әйнекте сапасыз бейнесі бар. Егер Райнольдс шынымен дәрігер Стрэндж 2-де болса, Дэдпулдың кішігірім эпизодтық рөлі болуы әбден мүмкін. Картина қаншалықты қараңғы болып көрінетінін ескере отырып, көңіл күйді көтеру үшін Дэдпулдың келуі пайдалы болар еді. Сонымен қатар, жаңа постердің төменгі жағында Аллигер сериясының бірінші эпизодындағы капитан Картердің қалқанын көруге болады. Бұл серияның сюжеті бойынша Пегги Картер Стив Роджерстың орнына суперсарбазға айналады. Анимацияның екі кейіпкер фильмдегі рөлдерді сомдайтын сияқты. Олар Стрэндждің зұлым нұсқасы бірінші трейлерде көрінді. Екіншісі плакаттағы капитан Картердің қалқаны. Ессіз мультфильм топтамасынан алынған жаңа суреттер Том Крузның темір адам кейпінде киінген көрсетеді. Бұған дейін фильм түсірілімдерінде қимыл қозғалысты түсіретін костюм киген жұлдызды бейнелеу үшін суреттер жинағы болған. Суреттерде ешкі сақалы бар Томның жасыл экран алдында өтіп бара жатқаны көрсетілген. Басқа суреттерде оның жасыл экранның алдында механикалық сауыт кигені бар. Том Крузның кастингі осыдан 20 жыл бұрын кіші Роберт Дауни темір адам рөлін сомдамай тұрып, бұл рөлге қарастырылған алғашқы актерлардың қатарында болды. Дегенмен суреттерге сенушілер бар. Олардың көпшілігі Эндрю Гарфилд пен Тоби Магуайрдың суреттерінде жалған деп санаған. Алайда, екі актерде фильмдегі өрмекші адамның нұсқалары ретінде оралды. Тіпті өтірік жасалған дефейк фотошопы фильмнен алынған болып шықты. Локи мультфильмді бұзу көп жақты соғысқа әкелетінін ескертті. Көрермендердің көпшілігі антагонистер жаулап алушы Кангтың көп нұсқалары болады деп ойлады. Бірақ өлшемдер бойынша соғысатын зұлымдардың көп болмауына ешқандай себебі жоқ. Егер дәрігер Стрэндж шынымен де мультфильмге қадам басқан болса, ол классикалық қаһармандардың зұлым нұсқаларын оңай кездестіре алады. Талай тосын сыйлар әлі алды. Фильмді көрмей тұрып, контексті жақсырақ түсіну үшін Ванда Вижн және Аллигер өрмекші адам игі жол жоқ. Сондай-ақ мультфильм доғасы басталған Локи сериясын көруге кеңес беремін. Таспа сөзсіз Марвел киноәлемінің шекарасын кеңейтеді. Мұның бәрі кино ғаламда мүлдем жаңа бағытқа апарып, болашақ жобалар үшін тамаша негіз болады. Фильмнің өзі ең жақсы Марвел таспаларының бірі болуға уәде береді.